Мен, короче, вручениеден қайтып жатырмын. Қызыл аттестат. Я аттестаттың ішінде не бар екен? Обзор жасайын, короче, ең бір. Менің қайда бара жатыр деп ойласам. Бара жатырмын. Биологияда. Математикадан емтиханға барып келдім. Қазақ тілінен экзаменді сірге. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге қорқарлық. Және бүгінгі видеода бізде болмаған ешқашан рубрика блог апталары. Яғни бір апта бойы мен сіздерге блог түсіретін боламын. Және де бүгін бізде 23 мамыр. Сабақтың ең бітейін деп қалған кез ол. Және де сол сабақ бітетін кезде сіздерге 9-шы сыныпта не істеп жатырмыз, жалпы қалай экзаменге дайындалып жатырмыз. 25 мамыр енді сондай сияқты тақырыптарға бүгін осы блогта жалпы сөйлесіп боламыз, не істеп жатырмыз. Бүгін 23 мамыр, және мен қазір мектепке бара жатырмын. Таңертең 7:30 болды. Сол біз жалпы соңғы кеше күннен бастап жай ғана мектепте отырып келуші маршымыз бар, не білесің. Сол және де лента тағып жүрміз. Біздің класс жасыл түскен лентаны алды. Сонымен солай міне мектепке бара жатырмын. Снежу. Әдемі түстегі лента. Сондай қара иппен. Жалпы деп мектеп формасы басқа. Бірақ біз осы мамыр айынан бастап осы 9-шы және 11-шы сыныптарға қара юбка киюге рұқсат берді. Өйткені бізде лентамен үйлесетін тек осы юбка ғана. Сол жалпы. Мен не істейін деп жатыр деп ойлайсыздар. Айнаны бері қарай жақындатып алдым, мына жақтан нешеге қарай. Енді қазір ертеңгіге, ертең бізде енді кішігірім соңғы қоңырау болады, сол үшін шашымды бұйралауға дайындап жатырмын. Өйткені бүгін таңертең бұйралған кезде мүлдем жаңағыдай бұйралым болады, қараңыздар. Сол асығып тұрдым да, өзім қалай барса бара салып. Қазір енді кішкене дайындалайын деп тұрмын. Сіздің ертең тағып бұйралған кезде дұрыстап бұйралғансын деп. Қараңыздар, вот осындай болып шықты. Енді мынаған где-то 1,5 сағат па солай кеткен шығар. Өте ұзақ уақыт кетті, шынымды айтсам. Бірақ өте әдемі болып шықты. Енді бұл ертеңге дейін ұстаса осылай барамын. Ертеңге дейін ұстамаса, онда қайтадан істеуге тура келеді. Қараңыздар. Мен мына жерде өзіме керек нәрсені жинап қойған болатынмын. Вот, короче, мен үйден шықтым. Мектепке бара жатырмын. Бүгін бізде какой-то бір тәрбие сағат болады. Вот, соған дайындалу деген сияқты сондай нәрселер жалпы болайын деп жатыр. Жаңа бөлінген жастар. Короче, я не принесу и папку, потому что папка маған
бір эссе жазып келіңдер деген. Соны салып алып бардым. И плюс еще маған алғыс хат береді. Мен алған жарысқа қатысып алған. Одан кейін екінші бізде маған мақтау қағазын береді. Уже іздік болғаннан кейін соның бәрін салып алу үшін папканы алдым. Вот. Қазір 7:20 сағат. Мындай көлеңке жартылай. Жалпы бүгін ауа райы өте керемет болып тұр. Қатты суық емес, қатты ыстық та емес. Өте жақсы. Сәлем. Бүгін бізде 25 мамыр және қазіргі тема кейбірде соңғы болмай. Кешке біз қонақтарды күтіп, бәрін жинап шашып кеттік. Және қазір сағат 8. Бәрін ертерек тұрдым. Мен маған ағылшын үйрену керек болды. Одан кейін тағы да алгебра және биологиядан шешетін болған. Бұл жалпы сабақ үшін бүгін ерте тұрды. Мен, короче, мына жерде әлі сабақ оқып отырмын. Қазір суат қанша? 18:15. Және де мен мына жерде ағылшыннан тапсырмалар жасадым. Және де мына жерде сөздіктерді жаздым, мәселені белгілеп. Сонда мына жерде кітаптарды оқып жатырмын. Короче, көп нәрсе істеп жатырмын. Әлі біткен жоқпын. Жаз бойы сондай сабақ оқып, жаңағыдай оқуға түсуге дайындалуға солай маған тура келеді. Сонда жерде менде мынандай стикерлер бар. Бұл жерде ағылшыннан сөздер жазылған. Сонда жерде жай күнделікті оқып отыру үшін жазылған сондай менің тақтам тура столдың алдында тұрады. Барлықтарыңызға сәлем. 23 мамыр. Және де қазір түнгі сағат 11 болды. Мен өзімнің кітаптарымды жинап, ертеңгі кітап тапсыруға баратын болдық таяқ сағат 8-те. Сондай кітаптарымды жинап, соларды реттеп, межелері жазылған, солардың бәрі жөндеп. Қазір дайындап қойып жатырмын. Міне қараңыздар. Мынандай менде, короче, мынандай үлкен шоппер бар. И сол. Мына жерде менде бүкіл кітаптар. Төменнен дейін, короче, мына жерде вот 17 кітап па, сондай. Ертең соны таңертең машинамен барып тастайтын боламын. Барлықтарыңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде 23 мамыр біз кітап оқуға бардық университетке. Және мен қазір кітап оқуға жатырмын. Мына жерге сумкаға мына пакеттің ішінде екінші сумка бар, соның ішіне кітаптар салып болатын. Мен қазір қайтып бара жатырмын. Жалпы сіздерге ол жерде сүйреткен ешнәрсе өткен ана жерде ыстық бір адамдар өткен сондай болды. Сосын мен жалпы соны мен қазір қайтып бара жатырмын. 2 күннен кейін бізде алғашқы экзамен 23 мамыр. Соған бүгін дала бізде кішкене суықтау. Көрдіңіздер ме, жел соғып жатыр. Мен бүгінгі лугым осындай қара шалбар, мынандай оранжевый кофта, сумкам, короче, үйге барады екен. Күн ыстық та емес, суық та емес, бірақ жел бар. Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде 27 мамыр, және де мен қайтадан таңертең тұрып сабақ оқып жатырмын. Сабақ болғанда ағылшын. Одан кейін ертең бізде қазақ тілінен емтихан, эссе жазу керек болады. Соған қандай да боламын, эссе жазып.
тағы да сәлем. Қазір сағат кешкі 7 болды. Бүгін 27 мамыр әлі де сонымен қазір енді экзаменге енді ғана қол тиіп жатыр енді оған. Сен сағат 8-де мектепке бару керек, хотя экзамен 9-да басталады. Сол қазір мен қазақ тілінен эссе жазып жатырмын. Бізде пробниктер бар, солардан қарап. Мен алдында 22 секунд жазылмайсың. Бірақ ол кішкене бір түрлі болып қалған сияқты. Сонымен қазір қайтадан тағы басқа қазір 2-3 эссе жазу ойымда бар. Сол міне. Да, осындай қараңғы болып кетті. Пердені ашып тастаған болатын, өйткені ыстық болды да. Сонымен әлі жеп қойған жоқпын. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде 1 маусым және де балалар қорғау күнімен сіздердің барлықтарыңызды құттықтаймын. Біз бүгін сол осы күнді кішігірімді өту үшін жаңағыдай мейрамханаға барамыз деп шештік кедергілермен бірге. Қазір соған бірге жиналатын боламыз. Сол мен әлі жинау бастаған жоқпын. Қазір бірақ енді 15 минуттың ішінде шығу керек. Сол үшін тезірек жинау керек. Қазір ең бірінші кезекте киініп алғым келіп тұр, потому что мен қазір макияж жасаған кезде сосын киімге киініп, мен сондай фобия ма бір страх бар. Жаңағыдай киімді киген кезде бетімдегі бүкіл краскам бар, сол киімге жағылып кетеді деген страх бар. Хотя ол маловероятно, но менде все равно сондай қорқыныш бар. Сондықтан мен бірінші қазір киініп аламын, және де киім таңдау қазір маған өте қиын. Негізінде мен киім шкафын тоқталатын болсақ, менде осындай негізі көптеген варианттар бар. Білмеймін мен қайсыны тіпті таңдайтынымды, бірақ бүгін точно шалбар киедім, наверное, мынандай сұр түсті. Оның үстіне не киетінімді білмеймін әзірге. Қазір таңдағаннан кейін сіздерге full look көрсетемін. Күте тұрыңыздар. Вот, бізде, короче, final look. Осындай болып шықты. Ну, почти total black, потому что long sleeve и шалбар қара, такой синий, көк түсті. Не бар, қалай айтатын еді, кардиган сияқты. Атын ұмытып қалдым. Вот осындай. Еще плюс прическу жасадым, осындай, самый обычный. И надо көк түсті резинка под цвет. Вот. Осындай болып шықты. Қай ойлайсыздар, не ойлайсыздар? Қазір енді жүгіремін. Бүгінгі лук осындай спортивка, сосын кроссовки и мындай шалбар. Короче, в общем, осындай смарт часымен қазір қараймыз. Қанша калорий, қанша километр. Короче, жүгіріп болдым. И қараңыздар. Сейчас. Вот, короче, осындай болды, 2 километр жүгірдім, ну, для первого дня нормально шығар. И, короче, 144 калорий болды, 2534 шаг. Короче, сондай вот. Мына жерде уже HR zone. Вот. Короче, жүгірген кезде осындай болды. Ну, для первого дня 2 километр нормально деп ойлаймын. Еще менде хронический бронхит, и поэтому маған кішкене демалған сложновато. Короче, бір қатты жүгіріп, сондай тез жүріп қалсам, жаңа жерде тас можно тұрып қалған сақында. И
и совершенно это қиын болып кетеді. Осы проблеманы шешу үшін жалпы жүгіріп бара болатын. Қазір кішкене демалып отырмын, бірақ алдағы уақытта жүгірген кезде бұл нәрсе шешілетін шығар деп ойлаймын. Сәлем, бүгін бізде 5 маусым, сағат 8:30, және мен бүгін тағы да жүгіруге далаға шықтым. Бірақ мен уже жүгіріп болдым. Себебі сіздерге ең басынан алдында көрсеткен нәрсені қайта-қайта көрсете бергім келген жоқ. Сол, қазір жаттығу жасап болдым, жүгірдім. Қазір жай далада отырмын. Жалпы ертең бізде орыс тілінен емтихан болады. Бірақ оған дайындық керек емес деп ойлаймын, өйткені біз соңғы 2 айда осы сәуір мен мамыр айларында біз 12 тақырыбын шешкен болатынбыз орыс тілінен. Сол үшін дайындыққа сағаттық керек емес деп ойлаймын. Және де алдында жүгіргеннен қазір жүгіргенде кішкене демалуым оңайырақ болып тұр. Өткенде жаңағыдай өте қатты бір кейбір кезде тыныс ала алмау деген болған болатын. Қазір енді былай нормально, бірақ все-таки мына жерде бір нәрсе бөгет бар. Сол проблеманы шешу керек емес. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде 10 маусым. Және де мен бүгін өзімнің ең соңғы экзаменіне бара жатырмын. Бізде биологиядан мынандай көп шалып қайталап тұруға кіргенде. Сол жалпы күн өте ыстық. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге тағы да мен. Және де қазір сағат 3 болып қалды. Менің қайда бара жатыр деп ойласаңыздар, мен қайтадан бүгін мектепке бара жатырмын. Биологиядан экзаменнен кейін бүгін 11 маусым. Және де ертең бізде аттестат беретін болып. Соған аттестат беруге дайындыққа бара жатырмын мектепке. Вот. Далада погода қазір бұзылып жатыр, бірақ бізге дайындық ешкім әдеткен жоқ. Мен қазір бара жатырмын. Барлықтарыңызға сәлем. Және де бүгін бізде 12 маусым. Бізде врачиня бүгін соған бара жатырмын. Бізді ертерек шақырды дайындалу болу үшін. Бізде врачиня сағат 9-да басталады. Бірақ бізді сағат 7:45-ке шақырды. Вот, конечно же, мен кешігіп бара жатырмын, как всегда. Мен 7:45 үйден вообще шықтым. Вот. Ешкім вроде әлі бармаған. Сіздерге қалай жиналғанды түсірейін деген, бірақ оған уақыт болған жоқ. Өзім басып тұрмын. Кеше таңертең. Ал негізі 6:30-да тұруым керек болған, бірақ 6:50 сондайда тұрдым да. Сондай болып кетті. Әлген таңдырды тағылу керек. Өзім таққаннан кейін осы түсе береді. Вот. Шанқара. Просто видео. Ой-ой, бәрін өркеш. Не үшін? Апа жүріп. Мен орындап қоймас. Аттестат иегері 9-шы А сынып оқушысы Жақасова Гаухар. Үздік аттестат иегері 9-шы А сыныбы Тоқтарқызы Аминаны ортаға шақырамыз. Үздік аттестат иегері 9-шы Барлықтарыңызға тағы да сәлем. Мен короче вручениеден қайтып жатырмын. Менде видеосы жоқ, ешкім түсірмепті, кешіріңіздер. Вот. Мына гүлдерді мен папам келіп қызыл аттестат мне за Максичей сатып алдым, потому что дала қазір вообще ыстық, қазір бычын шығып тұр шында. Мына гүлдерді қарсаңыздаршы, даже уже соғып қалған ғой, короче. Вот, мен қазір үйге қайтып жатырмын. Ересеңдеп қалып кішкене қалып. Бірақ дала енді ыстық. Бүгін по идее жаңбыр жауы керек болған. Вот.
мен үйге келдім, енді сізге WhatsApp ішінде обзор жасайын, каждый бірінші қоқасы, оның үшін одан кейін міне ашқан кезде осындай жан тұрады. Сосын міне қызыл ашылады. Сол осы видео болған көрген үшін енді достар жеткен барынша қалсыңдар барлықтарыңызға осындай қызыл аттестат берсін. Әрине қызыл аттестат үшін көп еңбек ету керек, бірақ ол еңбек осыған тұрарлық, оған лайықты. Және де сабақты дұрыстап оқыңыздар, жаңағыдай ешқашан мойымаңыздар, бермеңіздер ең бастысы. Және де айтқым келетіні қызыл аттестат ол өмірдің мәні емес. Және де егер де сіз қызыл аттестатқа лайық болмай қалсаңыз да, ол сіздің жаңағыдай білім деңгейіңіздің төмен екенін білдірмейді. Бұл жай ғана баға, тағы да айтамын. Сол үшін тек қана оқыңыздар, жұмыс істеңіздер, сонда ғана соның тәтті жемісін жейтін боласыздар. Осымен видео аяқталды. Енді біз ертең қайтадан туралы қорытындыламыз. Ертең мектепке барып үстін аттестатты тапсырамыз. Сол жалпы. Осымен видео аяқталды. Енді не айтқым келеді, мен түсінген шығарсыздар, өте ұзақ блог болды. Мынау 23 мамырдан бастап, бүгін бізде міне 12-ші маусым. Және де сол. Барлықтарыңызға сәттілік, алға қарай жүре беріңіздер. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше. Жаны қайыңды сау, жауын сен білесің, сенді бір жылап